Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Исқасқызы. Бүгін сіздермен ППЦНС диагнозы туралы сөйлесетін боламыз. Егер сіздің балаңызға ППЦНС диагнозы қойылса, бұның расшифровкасы қандай, не үшін пайда болады және балаларда қалай көрініс береді, осы туралы толық мәлімет алатын боласыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басатын болсаңыздар, жаңа видеоларды бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Ал енді ППЦНС дегеніміз не? ППЦНС дегеніміз ол расшифровкасы перинатальное поражение центральной нервной системы, яғни перинатальдық уақытта орталық жүйке жүйесінің зақымдануы. Енді перинатальды период дегеніміз не? Перинатальдық уақыт дегеніміз не? Ол дегеніміз бала ішке біткен уақыттан бастап туылғаннан кейін 28 күннің орталығында бізде үш түрлі кезеңге бөлеміз. Яғни антенатальный период, ол бала ішке біткен уақыттан туылғанға дейінгі уақыт. Туылған уақытын біз туылатын уақытты интранатальный период дейміз, және де туылғаннан кейінгі 28 күнге дейінгі уақытты неонатальный период дейміз. Яғни осы үш периодтың ішінде ең жиі кездесетін бізде перинатальный поражение шақыратын кезең ол көбінесе антенатальдық кезең. Антенатальдық кезең дегеніміз мысалы бала ішке біткен уақыттан бастап бала босанғанға дейінгі уақытта анасының құрсағында жатырда орналасады. Сондықтан егер анасында ағзасында мысалы белгілі бір аурулар болатын болса, ағзасында гипоксия шақыратын аурулар және де дефициттер болатын болса, ол міндетті түрде балаға әсер етеді. Яғни, мысалға алатын болсақ, анасы анемиямен ауыратын болса, немесе ауыр токсикозбен жаңағыдай жүктілікті өткізетін болса, немесе басқа да қосымша өзінің аурулары болатын болса, анемия кезінде мысалы бүткіл ағзада оттегі тапшылығы болады. Анасының ағзасында дәл сол сияқты баланың да ағзасында оттегі тапшылығы болады. Әсіресе бұл өте миға әсер етеді, потому что бізде миымыз оттегіге өте қатты мұқтаж болады. Әсіресе іште жатқан уақытта. Сол уақытта балаға оттегі жетіспегендіктен әртүрлі метаболизмнің өзгерістерінің әсерінен ацидоз деген процесс жүріп, мида әртүрлі зақымданулар болуы мүмкін. Осы зақымдануларды перинатальдық бұзылыстар, мидағы бұзылыстар деп атайды. Енді антенатальды периодта, чтобы осындай балада гипоксиялық өзгерістер болмас үшін аналарымыз жүктілік кезінде бүткіл ағзасындағы дефициттердің бәрін орнын толтырып, жаңағыдай аурулар болатын болса, мысалы анемиясы болатын болса, орнын толтырып, витамин D жетпейтін болса, оның орнын толтырып, және де қандай да бір воспаление болатын болса, оны до родов емдеп, ағзаны дайындап, фолий қышқылын ішіп, сөйтіп 2 ай бұрын баланы жоспарлап, сөйтіп негізі беременеть ету керек. Яғни жүктілікке жоспарлап, ойланып, сөйтіп келу керек, анасы. Бізде всегда айтатын өзіміздің мұғалімдеріміз, ұстаздарымыз: здоровая мать родит здорового ребенка. Яғни дені сау ана, дені сау баланы дүниеге әкеледі. Сондықтан біздің аналарымыз баланы жүктілікке жоспарлап, міндетті түрде ағзасындағы бүткіл жаңағыдай аурулардың бәрін емдеп, содан кейін барып жүктілікті жаңағыдай жасайтын болса, онда әрине балаларда жаңағыдай риск аз болады. Яғни қауіп-қатер факторлары азырақ болады. Сондықтан ППЦНС қайдан пайда болды, не үшін менің балам басында гипоксия деп көп аналарымыз жаңағыдай сұрақ қойып жатады да, ол туылған уақытымен связывать етеді. Туылған уақытымен связывать ететін ол көп процесс емес, яғни определенный период, определенный процент алады. Но в основном бізде антенатальный периодтан болады гипоксия. Енді ол тек қана антенатальный период емес, бізде босану уақытысында және босанғаннан кейін 28 күннің аралығында да өзгерістер болады. Көп уақытта босанған уақытта травматикалық, яғни травмалардың әсерінен, босанғанда баланың басы қысылғаннан, немесе кіндігі оралып қалғаннан, немесе акушерский пособие дейді, яғни шипцемен баланы басын шығарған уақытта деген сияқты әртүрлі өзгерістер болған кезде, әрине баланың миында қан құйылу өзгерістер болуы мүмкін.
екен. Бірінші, екінші дәрежелі қан құйылу болатын болса, ол обычно жақсы қайтып кетеді. Үшінші, төртінші дәрежелі қан құйылуларда әрине әртүрлі неврологиялық ауытқулар болады. Әсіресе перивентрикулярдық зонада және де субэпидемиальды зонада және қарыншаларда жаңағыдай ауыр қан құйылулар болатын болса, ол өте қауіпті. Ертерек жаңағыдай баланы басын УЗИ-ға түсіріп, ертерек лечение алу керек. Енді интернатальды период кезінде, яғни босанып жатқан кезде осындай өзгерістерден баланың басына зақым келуі мүмкін. Және де неонатальдық кезеңде бізде ауыр, мысалы, жылтуха болатын болса, яғни бізде ядерный жылтуха дейді, яғни билирубиннің деңгейі, мысалы, бала сарғаяды ғой, соны өте жоғары дозада көтерілетін болса, билирубин да біздің мидың жаңағыдай бүткіл қабықтарын паражат етіп, зақымдап, содан мида әртүрлі ауытқулар болуы мүмкін. Сондықтан бұл неонатальдық кезеңдегі жаңағыдай миға әсер ететін жиі кездесетін факторлар. Енді сіздердің балаларыңызға ППЦНС диагнозын қоятын болса, онда баланың бүткіл жаңағыда бірінші кезекте нейросонография жасау керек. Яғни баланың басын тексереді. Егер басында идеальный ешқандай қорқынышты ештеңе жоқ, структурный патологиялар жоқ, қан құйылулар жоқ болатын болса, және де баланың дамуы жақсы болатын болса, значит сіздерде ППЦНС-тің жеңіл түрі. ППЦНС-тің және ауыр түрлері болады. Ол кезде міндетті түрде УЗИ-да өзгерістер болады. Ол жерде жаңағыдай жоғарыда айтып кеткендер қан құйылудың өзгерістері субэпидемиальный областьта, немесе перивентрикулярный зонада, немесе жаңа қарыншаларда өзгерістер болатын болса, ол міндетті түрде УЗИ-дан көрініс береді. Ол кезде дәрігерден сіздер ем алуларыңыз керек. Сонымен қорытындылай келе мен сіздерге бұл видеоны жасаған түсірген себебім, біздің аналарымыз балаларының әртүрлі неврологиялық ауытқуларға жаңағыдай шалдықпас үшін балаларының алдын ала жүктілікті жоспарласа деген үндеумен мен осы видеоны түсіріп жатырмын. Алдымен ағзаларыңызды дайындап, бүткіл витаминдеріңізді толтырып, инфекциялық ауруларыңыз болса, оның барлығын емдеп, содан кейін барып жүктілікті жоспарласаңыздар, балаларыңыз дені сау және де әдемі болып өсетін болады. Енді даже если ППЦНС диагноз қойылатын болса, көп жағдайларда, 80% жағдайда бұл диагноз жақсы емделеді. Кейбір ауыр түрлерінде, конечно, оның последствиялары болады. Сондықтан, егер бұндай диагноздың белгілері болатын болса, ертерек ем қабылдайтын болсаңыздар, сіздерде барлығы жақсы болады. Осы видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқасымқызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.